Лә иләһә иллаллах куәлігінің 8 шарты бар. Біріншісі білім, оның қарама-қайшысы надандық. Куәлік беруші бұл сөздердің тура мағынасын білу, яғни нені теріске шығарып, нені бекітетінін білу. Екінші, айқын сенім, қарама-қайшысы күмәндану, яғни осы сөздерді айтып жатқан адам оларға толығымен сеніп, еш күдіктенбеу керек. Үшінші, ықылас, қарама-қайшысы ширк, яғни бұл сөзді тек Алланың жүзін қалап айту, басқа нәрсені мақсат етпеу. Төртіншісі шыншылдық, қарама-қайшысы өтірік айту, яғни жүрегі мен тілі бір-біріне сәйкес болу, айтқан сөзіне қатысты жүрегінде сенімнің болуы. Бесінші, махаббат, қарама-қайшысы жек көру, яғни осы куәліктің мағынасын оның талап ететін нәрселерін жақсы көру. Алтыншы, еру, қарама-қайшысы бас тарту, яғни осы сөзге амал қылу. Жетінші, қабыл ету, қарама-қайшысы теріске шығару, яғни осы куәлік талап ететін нәрселерді шын жүрекпен қабылдау. Сегізінші, Алладан өзге құлшылық қылынатын нәрселердің барлығына күпірлік келтіру,